Енді мына пандемия кезінде сол онлайн бизнес деген нәрсені жастар біраз кісілер жақсы түсініп алды. Құрметті жастар, айтарым, мен кеше Америкаға өткенде барған кезде мен көрдім, жалпы әлем қазір осы жүйеге кіріп алған екен. Ол үшін енді офлайн саудамен де былай бола береді. Бірақ айтарым, онлайн бизнестеріңізді дамытыңыздар. Өткен әлем сол бағытта дамып бара жатыр қазір. Онлайн. Қазір бутикті арендаға алып алып, клиент күтіп отыратын zaman кетті. Ол баяғы стиль солай еді. Баяғыда ол солай еді. Ал қазір адамдар ондай арендаға бутик алып, ол аяғын лай-лай болып базарға көп адамдар бармайды қазір. Қазір онлайнмен тапсырыс береді. Не алғысы келсе де өте сайттарына кіреді, қарайды. Мысалға Amazon деген қазір қарап отырсаң, бүткіл әлемдік сет анау ше Amazon арқылы онлайн сауда жүріп жатыр ана жерде. Сол сияқты айтарым, сол мынау айтишниктармен, маркетологтармен кеңесіп, кішкене солармен біраз білім алуларға кеңес беремін, құрметті жастар. Өйткені қазір жаңа айтқандай, қай жақта жүрсеңіз де сіздің жаңағы кәсібіңіз онлайн форматта жүру керек. Оны міндетті түрде оны кәдімгідей сіз іске салуыңыз керек. Оны жаңа айтқандай мамандармен кеңесесіздер. Оны IT технологияның мамандар айтады сізге, оны және жаңағы маркетологтар айтады сізге. Жаңағы сайтыңызды қалай жасайсыз, оны қалай жаңа өніміңізді көрсетіп біліп отырасыз деген сияқты мәселеден сол мамандармен кеңесе, сол мамандар айтады. Сол үшін онлайнмен сауда жасауға өте кеңес берем. Қазір заман бәрі өзгерді. Баяғыдай емес. Қазір көп адамдар сезон бітті деп қазір бутиктерінде клиент күтіп отыр. Бірен-саран клиенттер келіп жатыр. Бірақ дәл сол сіздің сата алмай отқан тауарыңызды мына жақта қанша адамдар онлайн сатып жіберіп жатыр. Доставкамен үйіне апарып беріп жатыр. Қазір бәрі өзгерді. Қазір клиент күтіп отырудың заманы кетті. Қазір клиенттер енді үйінде күтіп отырады сізді. Сіз соған төселіңіздер кішкене. Сапалы өніміңді үйіне апарып кіргізіп бер үйіне. Бүткіл артығымен жаңағыдай неңіз жасап беріңізші қызметіңізді. Сол клиент риза болсын сізге. Келесізде сол нәрсе сол қажет болған кезде ойланбай сізді іздеу керек. Бірден сіздің сайтыңызға кіріп, сізге тапсырыс беретіндей қылып жұмыс жасаңыз. Сол үшін қазір алуды көбірек ойламаңыздар, көбірек беруді ойлаңдар, құрметті жастар. Сол мен клиентіме тағы көбірек не бере аламын, сапалы қызметінен бөлек тағы не бере аламын деп, соны көбірек дамытыңыздар. Сол кезде иншалла Құдай қаласа деп айтайын, онлайн саудаңыз жүріп отырады.